Сәлем достар, біздің Boston KZ каналына қош келдіңіздер. Әдеттегідей сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Бүгінгі видеоның тақырыбы Америка келгенде қандай жерлерде тұрған дұрыс, ол жайында ақпаратпен бөлісетін боламыз. Америкадағы өмір, бизнес жайлы және де оқу орны келгенде қалай орналасу жайында білгілеріңіз келсе, каналымызды қолдап, лайктарыңызды басып, батырманы басып, біздің каналымызға тіркеліңіздер. Мына ЖК Quarry Stone деп аталады. Бұл ЖК-ның орналасқан жері Молдың қаласы. Бұл ЖК-ның ыңғайлығы, ол қасында мектеп жақын орналасқан. Сосын бір ерекшелігі, бұл жерде осындай convenience store бар. Яғни кішігірім дүкендер үйдің жанында. Ол Америкада жалпы өте аз. ЖК-ның аты Quarry Stone. Қазір енді біз кіретін боламыз. Кіргенде осындай үлкен холлдар болады. Негізі бұл Америкада үйлердің ерекшеліктері. Әрбір ЖК-да осындай өзінің клаб лаунждары болады. Яғни әркім осында тұратындар өздерінің қонақтарын шақырып, емін-еркін отырып, телевизорларын көріп жүре алады. Американда көп осындай тұрғын үйлерде арнайы осындай қонақ күтетін үлкен бір залдары болады деп болады. Яғни біз қазақтар өзімізге ыңғайлы қонақтарымызды осы жерде күтсек болады екен. Бұл жерде яғни емін-еркін осында отырып, холодильнигің болады, жуғың келсе, бұл жерде раквинам да бар, микроволновкасы да бар, осындай столдары бар. Емін-еркін 20 шақты қонағында осылай күтіп отыратын жер. Балалар өздері жүгіріп жүреді. Жігіттер осындай бильярд ойнайтын болса, бильярд ойнайды. Мұнда үлкен арнайы қосылған каналдар мен телевизорлар болады. Әлбетте Wi-Fi бар. Осындай комнаталар жалпы Американың көп жаңа тұрғын үйлерінде болады. Осы Quarry Stone'да да бар. Сосын осындай арнайы конференц-румдар болады. Яғни адамдар кішігірім жиналыс өткізем, осылай сабақ оқим дейтін болатын болса, группамен бізде мысалға университетте осындай группа саммиті болғанда ыңғайлы осындай жерге келіп оқуға болады. Немесе жеке бөлек оқим, ешкім мазаламасын десе, осындай кішігірім спейстер бар, Wi-Fi-лары бар. Осында емін-еркін отыруға болады. Сосын осындай бір арнайы спорт, кино немесе үлкен бір жарыстар болатын болса, арнайы отырып, бірнеше адаммен келіп көруге болады. Өзіме ерекше ұнайтын бұл аминити дейді ғой, немесе бұл жерде мұна принтерлары бар. Бірнесе керек болса, кофе машинаны алып тастапты. Бұрын осындай Starbucks'тан кофе машинасы болатын. Бұл жерде де кішігірім мини-фридж, микроволновка. Осында отырып, осындай кітаптардан алып, оқып отырса болады. Екеде, мысалға, балалармен пицца болсын, кішігірім тамақты осына келіп, отырып жейтін әдетіміз бар. Мына жерден осындай таза ауаға шығып, тағы да отырса болады. Мына үстіңгі паркинг.
Америкада жалпы көп жерлерде бар. Бұл осыны арнайы қондырғы. Бұл қондырғының пайдасы осы күнге дейін 25.778 шөлмекті қолданбауға мүмкіндік туғызған екен. Біздің фитнес-центріміз осы үйде емін-еркін 24/7 осындай доступ бар. Мына жерлерде осындай эксерсайз, мыналар кардио, осындай зона, и мына зона более такой сайклинг, стретчинг зоналары.